Қылмыстардың 6-ы күндіз, 7-і түнгі уақытта жасалса, 5-і көшеде, 4-і кафеде, 4-і үйде орын алған. Мысалы, тамыз айының 29-на түнгі сағат 3-те Панфилов көшесі бойындағы Джем кафесінен араққа сылқия тойып шыққан орналы, сол маңда мас күйінде жүрген Оразбаевпен көшеде төбелесіп, соңғының ішінен пышақпен 2 рет ұрып, өліміне әкеп соқтырған. Жалпы 8 айда полицияға бұрынғы Монетка және Джем кафесінен түннің екінші жартысында түрлі бұзушылықтар бойынша 36 шақыртулар болған. Тұрғындар арасында бұл кафенің атауы теріс жағынан қалыптасуына байланысты Джем бұрынғы аты Монетка болып өзгертіліп, жұмысын әлі күнге дейін ешқандай шектеусіз атқаруда. Прокурордың баяндауынша, маскүнем ретінде наркологтың есебінде тұратын адамдар мен полиция мен әкімдіктің денсаулық сақтау саласының бірлесе атқарған жұмыстарының тиімсіздігінен маскүнемдер мен қаңғыбастардың аса ауыр және ауыр қылмысқа баруы орын алған. Мысалы, маскүнем ретінде 2023 жылдан бері есепте тұратын Шилі кентінің тұрғындары Колпаков, Гапиенко және Асанов үшеуі дәріханадан этил